Асылхан, мына жерде тек бір конверт қалыпты, мен де ашып көрсетіп жатырмын. Саған балықшы, осы камуфляж не үшін керек деп тұр едім, сол балықшының киімі ау деймін. Киіп алсаң болады. Сонымен достар, қошеметтеріңіз, міне Асылхан Дүкенбаев дайындалған секілді. Тіпті мына жерде тұрған Асылханның бір тапқырлығы микрофонның тіпті стойкісінің өзін қолындағы қармағына айналдырып алды. Ал Асылхан дайын болсақ, кеттік. Мен балықшымын негізі. Мұнаң бәрі балыққа келіп отырсың. Өтірік. Мен сіздерге бір балықтан әңгіме айтып берейін. Өткенде әкем бәріміз балыққа барғанбыз. Үй жақта балдары болып. Өтірік деп ойлап қалмаңыздар, бәрі шын кәдімгі әңгіме айтып беремін балық жайлы сендерге. Қармағымды құрып қойып мына жерге. Абайландар. Су бар ма өзіне да? Сол жа балыққа бардық. Бәріміз енді киініп алғанбыз, ау албағанбыз, қармақ албағанбыз. Мен қармақ, жігіттер ау. Шапалақ. Бәріміз шықтық. Күшті әңгіме айтып беремін. Енді ана әңгіме өте қызық. Қызық жерлері болса, шапалақтап сөйтіп отырыңдар бәрің. Қызық ол әңгіме. Кәдімгідей қазір қызық болады. Қауып отқан жоқ қана? Жігіттер. Жігіттер болып балыққа шықтық. Үй жақта екі жігіт бар, біреу кластасым, біреу үй жақта араласып жүрген досым. Жігіттерді алдым да балыққа қарай бастық. Шаш үлгісі. Шашты өлтіріп алғанбыз енді. Былай қарай қайырып алғанбыз. Мен тікіретіп алғанмын. Балыққа емес, бір клубқа барып адамдар сияқты түрімізге қарасаң. Мына балыққа былай қарай бастық, қақа барамыз. Ал келе жатып көшенің бойында жаңағы аудасып алғанбыз, қармақтасып алғанбыз. Глобустан іздетіп қақа баратынымызды. Глобусты дырррр етіп айналдырып жібереміз, қолымды итіп қаламыз. Сақараға тиеді, ой, орынбай дырррр айналдырып қаламыз, дік тиеміз, болмайды. Дырррр айналдырамыз, глобусты іздеп отырдық та қақа балыққа баратынымыз. Ұлықпан Жолдасов. О, Каспийге барамыз дедік. Ұлықпан Жолдасов десе бірден Каспий еске түседі ғой. Каспийге барамыз дедік. Жаяу бастық Каспийге. Машинада жым жоқ, үй жақта Каспийге қарай жаяу кеттік. Мұз. 2 күн дегенде жеттік Каспийге. Барсақ қыс болыпты ғой, мұз қатып қапты ғой. Жазда шыққанбыз ғой біз негізі. Мұз қатып қалған. Кеш. Сон балдар еді, кеш болса да мұзды ойық деді. Сомен кешіне қарамай мұзды ойдық, бүкіл ауды шығардық, анаған ау салдық. Бір кезде ау мынадай жыртық. Мынау ма сеніп алып шығып жүрген ауың жыртық қой мынадай дедім. Қармақ құрамыз дедім. Бокс. Қармақты құрып қойдық. Жұрттықіне балық түссе бізге бокстың перчаткілері шығып жатыр анаң астына. Телефон. Сөйтіп ойлап қоям, бірлі телефонға түсіріп болмаса олар етті біле яғында. Қырдың ар жағында ғой, енді көрінбейді ғой. Мысық. Бір кезде мысықтың дауысы шығады. Сөйтіп қарайым, мысықтың дауысы шығады. Сөйтіп мысық неғып жүрсем, балық жеуге келген ғой. Біз өзіміз балық таппай отқанда мысыққа қақтың балық ғой. Сөйтіп мысық қайын күте тұр, қазір балық ұстап алайық, аулап алайық. Сөйтіп бір кезде келсем, балдардың бәрі балық ұстаған, мынадай балық ұстаған. Мен қармағыма балық түспеген. Сөйтіп мынаған не болды деп алып қалсам, ұшыма құрт салмай салып қойыппын ғой аяқа. Сөйтіп жігіттерге айттым. Қазақстан. Бір кезде тұрды да алтын балық ұстап алдым. Алтын балықты ұстап алдым ба, бір кезде алтын балық айтады, мен сенің 3 арманыңды орындаймын, мен жіберші дейді. Сосын мен айттым, мен қазақстандықтардың ешқандай арман жоқ дедім да балықты жібере салдым жаңа. Балық кетті суға. Маса. Бір кезде шорт футболкамен шығып кеткенбіз ғой жазда. Маса деген шағып тастады мұны. Аяқтың бәрі парт. Маса Атырауда жүр қой оның үстіне Каспийде. Маса деген жиып қойды. Мына қолды бәрін. Мұз. Мұздың астына тығылып қалғансың. Маса шағып тастамасын деп. Мұздың астына кіріп кетесің, қайтып шығасың, кіресің, қайтып шығасың. Шықсаң маса, қайтып кіріп кетесің, қайтып шығасың. Қасқыр. Бір кезде қасқырдың ұлыған дауысы шықты. Балдар жақ қасымдағы екеуі сөйтсем, жаман қорқақ. Ойбай қорқамыз, ортаға мен жатам дейді. Ей қорқақтар, келіңдер екеуің екі жағыма жатыңдар деп алып алдым. Екеуін екі жағыма алып алдым. Ойымда ештеңе жоқ қой енді. Түс. Ат тұрсам түсім екен ғой жаңағы. Бәрі. Өтірік әңгіме ғой. Шүберек. Енді шыбын жам шүберекке түйіп кеп тұрмын. Алдарыңызға бір балық ұстасам мен сіздерге берем ғой. Сіздер де маған бірдеңе беретін шығарсыздар. Рахмет, қошеметтеріңіз достар. Асылхан Дүкенбаев. Жақсы, ал Сайлау Қамиев қанша әзіл берілді, қанша сөз оның ішінде, қанша әзілге? Жалпы негізі әңгіменің жүйесі жақсы болған секілді. Өте керемет болды. Кәдімгі жазылған бір монолог, емес, орындалған монолог секілді болды. Өте керемет болды. Мен негізі осы Асылханды бір ұстасам, осы жерден ұстаймын ау деп өзіме түртіп қойғам. Жаңағы қыс болды ғой жаңағы. Бұлар жазда шықты, қыста барды, сол сөйтіп келеді. Маса деген кезде жазға ауысып кетті. Одан қайттан қыс. Ана жерде жаңағы шығам жаңағы маса мұздың астына кірем деген кезде. Мен де түсініп баратырмын ғой соға тұрғанда. Логикаң келмей қалды ау деген жаңағы әңгіме айтам ғой деп өз-өзім дайындап отырғам. Бұл түсінен оянды ғой.
сол кезде ананың бәрі жуылды да шайылды да айналып келген кезде адам түсіне не кірмейді. Жазда кіреді, қыста кіреді, мұзда кіреді, масада кіреді. Өте айлакерсің, өте тапқырсың. Сосын ең кереметі бұл осыған дейінгі жасап жатыр ғой, жігіттердің барлығы енді өздерінің деңгейлерінде тамаша жасап жатыр. Бірақ та мына Асылды тағы да бір айтып кететін жағдай, бұл нүктесін керемет қойды. Өте әдемі нүкте қойылғаннан кейін ары қарай созғым келмей қалды ғой деймін. 22 сөз беріліпті. Мен үшін 22 сөздің біреуі далаға кеткен жоқ. Бәрі әзілге қалды. Рахмет.